Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазір сіздерге CapCut программасымен жұмыс жасауды көрсететін боламын. CapCut программасын сіздер әдеттегідей App Store-дан жазып аласыздар. Неге? Мына жерге міне CapCut деп жазамын. И міне шығады. Мына эмблемадағы біздің программа. Өте керемет программа. Кіргеннен кейін новый проект дегенге кіресіздер. Және түсірген енді 7-8 видео өздеріңіз түсіріп аласыздар да. Мысалы мен осы видеоны монтаждайтын боламын. Так, добавить дегенді басамын. Ең бірінші сіздер размерін дұрыстап алу керексіздер. Размерін дұрыстау үшін мына жерде формат деген бар. Формат дегенді басамын. Менде Инстаграмның размері менде 3:4 немесе 1:1 мен жасауға болады. Мен 3:4 размерін таңдаймын. Және мінекей форматты 3:4 таңдағаннан кейін мен мына видеоны былай үлкейтемін. Ортасында қара қылып қалдырмаймын. Келесі видеомды да дәл солай үлкейтемін. Мынаны да размерін толыққанда. Шамалы қисайып кетті. И келесі видеоны дәл солай тоже бұны да үлкейтемін. Келесі видеоны тоже. И келесісін тоже үлкейтемін. Яғни алдымен мен бәрінің размерлерін дұрыстап алып шығып жатырмын. Мінеке размерлерін дұрыстап. Міне. Болды. Размерлерін дұрыстап шықтым. Соңында мынандай CapCut деген қара несі бар, оны удалить етіп тастаймыз. Екінші вариант, біздер енді керек емес жерін кесіп тастауымыз керек. Мына жерде керек емес жерін осы жерден аламыз да, разделить деп басып, үстін басып, удалить етеміз. Мінеке керек емес жерін кестім. Міне, мынарда тоже артық жері. Мынардан аламын да, тоже үстін басып, разделить деп мынаны кесіп тастаймын. Одан кейін бар келесі. Мінеке жүріп келе жатырған сәт. Міне, отырып сумканы қойып жатырмын. Одан кейін осы жерден кесіп тастаймын. Мінеке удалить. Ары қарай тағы да сумка қойып жатыр. Оны да удалить етіп тастаймын. Так. Мынау тоже керек емес, артық. Одан кейін барып мінеке алып жатырмыз. Қарап жатырмыз. Мынараға келгенде удалить етіп тастаймын, разделить. Удалить. Мынардан аламда. Болды. Мынау да керек емес. Болды, мен размерлерін кесіп шықтым. Енді келесі мен звугын жөндеуім керек. Яғни мынаны үстін басамын. Громкость дегенді алып, бәрінің громкостін азайтып шығамын. Громкость. Не. Келесі мынанда громкость алып тастаймын. Келесі громкость алып тастаймын. И болды. Енді маған музыка таңдау керек болады. Мында кеше мен айтқан болатынмын, музыканы сіздер YouTube-тан ала аласыздар деп та. Енді қалаған музыкаларыңызды мында YouTube дегенге кіресіздер. Мінекей. Мына жерге мен жазамын, қандай бір әдемі музыкалар бар. Мысалы, хит музыкалар. Еркемін деген жазуға болады. Еркемін, еркелете біл деген бар ғой. Мысалы, осы музыканы алғым келіп тұр. Мен үстінен басамын да. И мынадан алып скачать етіп аламын. 3 нүктені басамын. Қазір. Сосын не істеймін? Қазір мында поделиться деген басасыздар. Копировать ссылку деген басасыздар. Яғни YouTube-тан музыканы, жалпы YouTube-тан кез келген өзіңізге ұнайтын музыканы алуға болады. Ол үшін сіздерге Telegram керек болады. Telegram дегендерге қазір мен мындай Livebot деген бар. Нараға ағылшыншамен Instagram, Telegram'a кіргенде сіздерде поиск по чатам и людям деп тұрады. Осы жерде Livebot деген тұрады. Livebot деп жазсаңыздар, не шығады бірден. Livebot деген. Осы жерге жаңа сілтемені вставить етесіздер. Міне, сілтеме вставить етілді. Жіберіп жатырмын. Енді ол Livebot маған осы видеоның маған тек қана музыкасын жібереді. Міне, музыкасын жіберді. Мен мына жердегі стрелканы басып, өзіме сақтап алып жатырмын. Енді ары қарай маған сақталады. Сосын мен оны CapCut деген программаға жіберемін. Мында мынаны сілтемесін сіздерге апарып қойыншы. Қазір.
міне келді, маған жазып алдым. Мынаны выбрать деймін, мынаны басамын. Сосын мен CapCut деген программаға жіберемін. Міне CapCut деген программа. Міне жіберілді. Музыка жіберілді. Музыканың керек жерін кесіп аламын енді. Міне осы жерден бастаймын. Ол үшін музыканың үстін басамда разделить деп, мына жағын удалить етіп тастаймын. Мынау керек қой маған. Алып апарамын мына жаққа. Мына жаққа апарам былай. Не? Үстен басамда былай ұстап тұрам. Ол маған апарылады осылай. Міне до конца. Болды. Болды. Негізі қарапайым методика осы. Видеоны монтаждағанда көп жаңағы ненің қажет емес, жаңағы переходтардың, слишком көп нелердің қажеті емес. Бірақ та мына жерде, например, мен эффекттер жасауға болады әдемі. Мында эффекты деген бар, міне эффект видео деген бар. Басында мысалы основной дегенде, например, міне басталатын бар, өзі бір әдемі қылып бастайтын. Мындағы бастауға болады, мындағы бастауға болады. Мындағы немесе неше түрлісі бар. Осылай да жасауға болады. Мынада бұлдырлатып тұр мысалы, немесе былай жасауға болады. Немесе размытиемен бастауға болады. Не көрдіңіздер ма? Бастадық міне. Размытиемен басталды. Содан кейін барып, мен мына жерге уже былай жасауым болады. Мынараға, например, тоже эффект видео деп, сияющая линия, основное настроение деген бар, многогранность деген бар. Типа міне. Мына типа мынаның ішінде не бар? Оқып жатырмын деген сияқты. Мынараға тоже эффект видео деп, мысалға мынандай істеуге болады қазір. Тень деген бар қазір. Текстура, ретро, комикс, разделение, природа. Неше түрлісі бар, енді мынада қарауға болады. Рамка. Например, мынандай қылып қойма болады. Қызық үшін. Болды, менде видео дайын. Мынарда переход жасауға болады, мынаның үстін басыңыздарда. Мінекей. Шет дұрыс болмай тұр ма, не болып тұр? Көрдіңіздер ма? Переход. Айналдырып жүрді переход. Мынаға тоже переход жасауым болады камера дегеннен. Көрдіңіздер ма? Осылайша сіздер видеоны монтаждайсыздар. Міне, мана қосылды міне. Эффект. Міне. Все, болды, видеомыз дайын. Стрелканы басамызда экспорт деп біз өзімізге сақтаймыз. Осылай видеоны жасап, маған сториске бөлісіңіздер. Сториске былай бөлсесіздер. Міне, мынаның үстін басасыздар. Добавить вашу не, сосын мынаны басып, шырын байлық қызы деп міндетті түрде белгілеңіздер. Мына жерге міне осылай и шырын
Мәлік қызы деп мені жазасыздар. И мен қуанып қалар едім. Осылай белгілеп мені сториске салыңыздар. Рахмет.